Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімеміз екінші рет тұрмыс құрған келіншектің әңгімесі. Сәлеметсіздер ме? Маған кеңестеріңіз қажет. Не істерімді білмеймін. Кімге айтарым білмеймін. 18 жасымда тұрмысқа шықтым. Басында бәрі жақсы, кейін өзгере бастады. Ене мені кейде ұрып жіберетін. Бәріне шығардым. Ақыры күйеуім тоқал алып келіп, 2 қабат қылып үйден қуып шықты. Қыстың қақаған аязында ішімде қызым бар. Өз үйіме бара алмадым. Ата-анам ұят болады, қайт қызым деді. Ауыл кішкентай, өсек тез тарайды. Содан не керек, квартира жалғап сонда босандым. Қызымды босанғанын біле тұра келмеді. Не керек, арада ЗАГС жоқ болатын. Солай аяққа тұру керек болды. Істемеген жұмысым жоқ. Қызымды көрші әйелге тастап, күн-түні жұмыс жасадым. Солай жағдайым жақсара бастады. Өзіме үй алдым. Солай жүріп бір еркекпен таныстым. Оның сыйлағанына, сөйлеген сөзіне, маған деген қарым-қатынасына мен жібей бастадым. Солай үйлендік. Қызымды өз қызындай бауырына басты. Солай қызым ер жетті. Мешітіне келіп, переходный возраст басталды. Көкірегі әжептәуір болып өсіп қалған еді. Жолдасым басқалай қарайтын болды. Қызыма тамсана, кейде бөлмесіне барып қарап тұрады. Шошып кетіп айқай шығарам. Қызыма не қарап тұрсың деп. Жолдасымды сөзбен жеуім мүмкін емес еді. Бұрын қызым көңілді ашық жарқын жүрсе, қазір тым тұйық болып кеткен. Ұрып та көрдім, жылап та сұрадым. Тіпті жігіті бар шығар деп телефонында тартып алдым. Жоқ, мүлдем үндемейді. Не істесем болады? Маған ақыл кеңестеріңіз қажет.